Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай бауыр етінен жасалатын өте керемет торт дайындайтын боламыз. Бұл столдың, кез келген столдың сәні бола алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Видеоның рецепттерін сіздер түрлі астынан осы описаниядан таба аласыздар, барлық мөлшерін қаншадан екенін. Ең алдымен біз осы тортты дайындау үшін 500 грамм бауыр етіне, яғни тартылған етіне сүт, татымына қарай тұзымызды және де 2 жұмыртқамызды, сонымен қатар 3 немесе 4 ас қасық ұнымызды және 2 ас қасық сұйық май, яғни пісте майын құйып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Яғни біркелкі масса пайда болғанша барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осындай масса пайда болуы қажет. Осының ішіндегі ұндар түйіршік болып қалмас үшін жақсылап араластыру қажет. Кейін осы массамызды біз табамызға, яғни түбі жабыспайтын табаға кезек-кезек екі жағынан пісіріп алатын боламыз. Табаңызға ең алғаш пісіргенде кішкене аздап май жағып алсаңыздар да болады. Осындай етіп, блины сияқты етіп пісіріп аласыздар. Барлығын екі жағын, бір жағы қызарғаннан кейін, піскеннен кейін екінші жағына аударып, екі жағын 2-3 минуттан пісіріп аласыздар. Ортасына салмасын дайындасақ, ең алдымен біз пиязымызды жұмсарғанша жақсылап қуырып аламыз. Кейін пияз жұмсарғаннан кейін үстіне сәбізімізді және де татымына қарай тұзымызды қосып, жақсылап оны да қуырып аласыздар. Осылай салмасын дайындап алғаннан кейін біз соусын дайындаймыз, яғни ортасына жағатын соусын. Ол үшін біз берілген мөлшердегі қаймағымызды және де майонезімізді, чесноқты, үлкен 2 чеснок тісін не болмаса кішірек 3-4 қоссаңыздар болады. Мүлдем қоспай қоюларыңызға болады, чеснок ұнатпайтын адамдарға. Осындай жұмыртқамызды салып жақсылап тұрып барлығын пюре болғанша араластырып аламыз. Осындай етіп соус дайын болды. Енді тортымызды жинастырсақ, ең алдымен бауыр етінен жасалған блинымызды саламыз. Оның үстіне осындай 2 ас қасық соусымызды жағып шығамыз. Бетіне барлығын жақсылап тұрып. Одан кейін жағып алғаннан кейін жаңағы қуырып дайындап алған салмамызды салып шығамыз барлығының үстіне. Үстін келесі блинімен осындай етіп жауып, дәл солай барлығын қайталап шығамыз. Ең үстіне соусты жақпай осындай етіп әдемілеп әрлесеңіздер болады. Міне тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді. Сіздерге ас болсын. Менің видеома лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.